Ассаляму алейкум достар. Бүгінгі қарастыратын көлігіміз Daewoo Nexia маркалы автокөлігі. Жалпы Daewoo Nexia'ның бастауы сонау 1992 жылдан басталады. 1992 жылы Daewoo, Оңтүстік Корея және UzAuto Sanoat Өзбекстан компанияларының арасында Өзбекстанда автомобиль өндірісінің құрылысы үшін Uz-Daewoo Auto Co. бірлескен кәсіпорын құру туралы келісім жасалады. 1996 жылы жаңа зауыттың ашылу салтанаты өтті. Ол Daewoo Nexia, Damas және Tico секілді танымал үлгілерді өндіруді бастады. 2001 жылы Matiz өндіру басталды. 2002 жылы General Motors компаниясы Daewoo мотор акцияларының бақылау пакетін сатып алды. Және оның негізінде General Motors Daewoo Automotive and Technology компаниясын құрды. 2005 жылы Uz-Daewoo Auto бірлескен кәсіпорында Корей компаниясының үлесін сатып алды. Кейіннен серіктестің Nexia, Matiz, Damas үлгілеріне лицензияда сатылып алынды. 2008 жылы Nexia 2 жаңартылған үлгісін шығару басталды. Осы жылы Uz-Daewoo Auto және General Motors жаңа бірлескен кәсіпорыны General Motors Uzbekistan компаниясы құрылды. Өзбекстандағы зауытта Uz-Daewoo және Chevrolet брендтерімен заманауи үлгілердің өнеркәсіптік және ірі басты өндірісі жолға қойылды. Бүгінгі шығарылымда көретіндеріңіз Daewoo Nexia 2 автокөліктерінің бағасына шолу. Daewoo Nexia 2004 жылғы бағасы 700 мың теңге. Daewoo Nexia 2005 жылғы бағасы 600 мың теңге. Қазақстандық тіркеуде Nexia 2012 жылғы бағасы 1 миллион 500 мың теңге. Саудасы бар дейді. Daewoo Nexia автокөлігі 2007 жылғы бағасы 750 мың теңге. Daewoo Nexia 2007 бағасы 1 миллион теңге. Россиялық тіркеуде. Жалпы базарда қазақстандық тіркеуде автокөлік жоқ. Менің байқағаным Nexia'дан. Daewoo Nexia золотистый түсті. Полный люкс 2012 бағасы 1 миллион 300 мың теңге. Nexia 2 2011 жылғы бағасы 1 миллион 300 мың теңге. 8 клапан, простой мотор. Достар, біздің апта сайынғы еңбекті бағалап, автолайк каналын құр қарап өтпей, астындағы подписация бөлімін басып, біздің каналға тіркеліп, біздің каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып кетсеңіздер. Қазақстандық тіркеуде Nexia 1 2006 жылғы бағасы 1 миллион 450 мың теңге. Daewoo Nexia 2008 жылғы бағасы 1 миллион 400 мың теңге. 16 клапан, тонус моторлы. Nexia көлігі
хозяиндары қасында жоқ екен автокөліктің. Ешқандай ақпарат қалдырылмаған. Қанша деп отыр? Дейо Nexia көлігі. Бүгін базарда бордовый көліктер көп екен. 2008 бағасы жазылмапты. 16 клапан Донс мотор. Дейо Nexia көлігі. Рестайлинг тұрып. 2009 жылғы. Бағасы 950 мың. Жалпы автокөліктің жай-күйі дұрыс. Россиялық тіркеуде көлік. Дейо Nexia көлігі. Рестайлинг тұр ғой. 2008-ден басталады жылы. Как раз 2008 жылы. Бағасы 1 миллион 100 мың теңге. Дейо Nexia көлігі 2011 жылғы бағасы 980 мың теңге. 8 клапан, простой моторлы Nexia 2. Российский тіркеуде Nexia 2007 жылғы 800 мың теңге бағасы. Он екінші жегі 102 Дейо Nexia 2007 880 мың теңге сатылымда. Россиялық тіркеуде Nexia тағыда 2006 жылғы бағасы келісімді. 16 клапан автокөлік. Nexia 2005 жылғы бағасы 850 мың теңге. 8 клапан простой мотормен. Құдды Россияда жүргенде сезіп жүрмін өзім. Дейо Nexia 8 клапан простой моторлы. 2008 жылғы бағасы 900 мың теңге. Простой мотор. Кондермен. Nexia 2 көлігі 2012 жылғы бағасы 1 миллион 600 мың теңге. Донс моторлы. Плита 16 клапан болады. 72 регион. Автокөлік. Дейо Nexia. Россиялық тіркеуде 2007 жылғы автокөлік. Түсіршіде өтініш шығаннан кейін түсіріп жатырмыз. Бағасы 900 мың теңге дейді автокөліктің. Телефон нөмірі қандай? 8705 664 2300. Хабарласып келсеңіздер болады. Газ бензин автокөлік. Nexia 2008 жылғы бағасы 1 миллион 150 мың теңге. Бордовый түсте. 18 регион. Дейо Nexia 2005 жылғы 680 мың теңге. Автокөліктің жалпы сыртқы көрінісі жақсы. 750 регион. Дейо Nexia көлігі
2004 жылғы, бағасы 1.150.000 теңге. Россиялық тіркеуде көлік. Daewoo Nexia автокөлігі 2005 жылғы, бағасы 870.000 теңге. Миллионға дейінгі көліктер. Daewoo Nexia автокөлігі 2006 жылғы, бағасы 750.000. 16 болатын. Daewoo Nexia автокөлігі 2006 жылғы, бағасы 960.000 теңге.